Сәлем достар, бүгін біз палау пісіреміз. Ол үшін алдымен 200 мл қызып тұрған майымызға 500 грамм ірілеу етіп туралған етімізді қып-қызыл болғанша қуырамыз. Оның үстіне 2 штук туралған пиязымызды қосамыз. Оны да қуырамыз. Енді 500 грамм ұзынша етіп туралған сәбізімізді саламыз. Жақсылап қып-қызыл болғанша қуырамыз. Үстіне тұз қосамыз. Араластырып және жарты шай қасық зіра қосамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Асты жабыспау үшін 200 мл су құямыз. 20 минут пісіреміз. Енді 800 грамм күрішімізді жуып қосамыз. Үстіне қайнаған су құямыз. Күріштің үстінен суымыз 1 см асып тұруы керек. Қазанның астын жоғары етіп қойып, күріштің суы тартылғанша күтеміз. Су тартылған соң күріштің бетін аударамыз. Қасықпен немесе шпажкамен тесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Қақпағын жауып, қазанды 15-20 минутқа бұқтырып, күріш піскенше күтеміз. Палауымыз дайын, араластырып, отбасымызға ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.